Сәлем достар, бүгін сүзбеден жасалатын бәліштің рецептісін ұсынамын. Ыдысқа жұмсақ сары май мен секерді қосып, миксерлейміз. Жұмыртқа салып, тағы да араластырамыз. Оның ішіне қобызытқыш пен ванилинді қосып, араластырамыз. Оны електен өткізіп, миксерлейміз. Енді жан-жағын тазалап отырып, қамыр илейміз. Қамырды салмасын дайындап болғанға дейін тоңазытқышқа саламыз. Салмасына творог, секер, жұмыртқа, қаймақ керек. Осының барлығын салып, блендермен еземіз. Міне дайын болды. Қамырды пергаменттің үстіне жайып, осы кольцомен үстіне басамыз. Жанында қалдықтарын алып, осы видеодағыдай істейміз. Жан-жағын вилкамен тегістеп шығуға да болады. Міне қамырымыз дайын, енді үстіне салмасын саламыз. Үстін осы лопаткамен тегістейміз. Міне дайын болды. Енді осылайынан пісіре беруге де болады. Бірақ әдемі болсын деп үстіне мұздатылған жемістерді қоямын. Басқа да жеміс-жидектерді салсаңыз болады. Дайын болды. Енді 180 градуста 35 минут пісіреміз. Піскеннен соң үстіне електен өткізіп, сахарный пудра сепсеңіздер әдемі болады. Міне осымен дайын. Каналыма тіркеліп кетіңіздер.